Қайырлы күн. Бүгін сіздерге карамельная девочка тортын пісіріп көрсетемін. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, 250 грамм вареная сгущенка, ұн 220 грамм, 15 грамм разрыхитель, шым-шым тұз қажет. Ең бірінші осы заттарды жақсылап араластырып алайық. Жұмыртқаға вареная сгущенканы салып, миксерлейміз. Енді ұнға қосқышты қосып жақсылап араластырамыз. Тұзды салдым. Енді електен өткізіп, жаңағы жұмыртқаның үстіне ұнды өткіземіз. Одан кейін жақсылап тағы да араластырамыз. Дайын болған қамырды пергамент қағазға салып, духовкада 180 градуста 10 минуттан пісіріп аламыз. Мен қамырды 3 бөлікке бөлдім. Енді мен торттың сыртына әрлейтін вафельный крошка пісіріп аламын. Оны жасамасаңыздар да болады. Бұл үшін сахарный пудра 50 грамм, ұн 50 грамм, сары май 20 грамм, кейін жұмыртқаның ағы 50 грамм қажет. Осылардың бәрін жақсылап араластырып, пергамент қағазға өте жұқа қылып, бір тегіс етіп жайып, пісіріп аламыз. Енді торттың кремін дайындаймыз. Біздің торттың кремін дайындайтын ыдысымыз салқын, құрғақ болу қажет. Творожный сыр 300 грамм, 200 грамм шекер, сливки 500 грамм, варенка 250 грамм қажет. Торттың кремін жағып 4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Торттың кремі сіңуі қажет. Вафельный крошкамызды пісіріп суытып қойдым. Енді оны майда қылып, майда соқтар қылып қолмен бөліп аламын. Енді торттың сыртына осыны жапсырып шығамын. Осы тортқа кеткен барлық құрамы, барлық ингредиенттерді YouTube каналым осы видеоның астына описание деген бассаңыздар, сол жерде толық мәлімет жазылып тұр. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.